Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен керемет пирог пісіреміз. Алдымен ысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша ванилин салып, тағы жақсылап араластырамыз. Содан соң шым-шым тұз салып, араластырамыз. Содан соң үй температурасындағы сары май салып, ерігенше араластырамыз. Содан соң жарты ас қасық сода саламыз. Араластырамыз. Содан соң үй температурасындағы айранды қосып араластырамыз. Неке көпіршіктер пайда болып, реакция байқалады. Жақсылап араластырып болған соң електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды електен өткізіп қоссаңыздар, пирог неғұрлым жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Мінеки, бізде осындай қоюлау масса пайда болды. Осындай диаметрі 22 сантиметрлік қалыпқа құйдым. Осы уақытқа ұмытпастан пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 30-20 минут пісіреміз. Пергамент қағазын төсеп, қалыпты қойып, дайын болған массамызды бір тегіс етіп құйып шығамыз. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Дәл осылай айнытпай жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Бар болғаны бір дана жұмыртқадан осындай керемет пирог дайын болады. Неке. Енді пешке саламыз. Достар, сіздер менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Мінеки осылай піскен-піспегендігін білеміз. Үлпілдек жұмсақ дайын болды.